Сәлеметсіздер ме, құрметті мүмін мұсылмандар. Мен айтып өтетін 7 істі ешқашан жасамаңыз. Бұл біздің өмірімізде әрқашан кездесіп тұратын істер. Мұны әркім басынан өткізеді және ол істі байқамай жасап қояды және өмірінің күрделенуіне себеп болады. Егер біз осы нәрселерден бас тартсақ, иншалла өмір сүру салтымыз жеңіл және тыныш болады екен. Оның біріншісі, үмітсіздікке түспеңіз. Үмітсіздік Алланың рақымына қанағатсыздық болады. Яғни бір жұмыс жасап жатқанымызда немесе өмірімізде орын алған оқиға болса, көбісі үмітсіздікке түсіп қалады. Осымен өмірі аяқталып қалғандай, енді барлығы біткендей, енді еш нәрсені артқа қайтаруға болмайтындай. Негізі мұндай жағдай адамды ауыр жағдайға әкеліп соқтырады. Ешқашан қандай да бір оқиғаға тап болған жағдайда да адам үмітсіздікке ұшырамауы керек. Үмітсіз шайтан дейді. Әрқашан үміттенуіміз керек. Өйткені Алла біздің Раббымыз бар. Қандай қиын мәселелерді Алла өте әдемі шешімін шешіп береді. Алла өте шебер, сұлу зат. Алла тағала қандай болмасын мәселенің шешімін шешіп береді. Біз тек қана үмітсіздікке түспесек болды. Біз міндетті түрде үміттенуіміз керек. Кейде ауырған кезде сауықпасақ үмітсіздікке түспеуіміз керек. Немесе біз бір ауыр жағдайға келіп қалсақ, немесе кімге болмасын қатты ренжісек, немесе біреу бізді ренжітсе де үмітсіздікке түспейік. Әрқашан үміт бар. Кез келген жағдайда тірекенсіз демек үміт бар. Сіз өміріңізді дұрыстауыңыз мүмкін. Қандай жағдайда сіздің ісіңіз оңынан келуі мүмкін. Тек қана үміттенуіміз керек. Кімнен үміттенуіміз керек? Жаратқан Тәңірден, Алладан әрқашан үміт үзбеңіз. Алла береді. Алла біздің істерімізді, Алла біздің өмірімізді жеңілдетеді. Иә, біз ешқашан үмітсіздікке берілмеуіміз керек екен. Екіншісі, ашуланбаңыз. Ашу адамның есін алады. Халық арасында мынадай сөз бар. Ашу шыққанда ақыл кетеді деген. Ашулы адам өзі білмей қандай болмасын дұрыс емес іс жасап қоюы мүмкін, немесе күнә жасап қоюы мүмкін. Бұл нәрседен өте мұқият болуымыз керек. Ашуды адам өзінің бойынан алыста ұстау керек, немесе оны өз бойынан жоқ ету керек. Ешқашан ашуланбауымыз керек. Ашу жақсы қасиеттерді жоқ етеді және сіздегі әдемі, сұлу қасиеттерді және сіздегі тақуаны жоқ етеді. Ашу шайтаннан. Ашуың шығып тұрғанда дәрет ал. Шайтан оттан жаратылған. От болса, суды жек көреді. Сіз ашулы кезде ішіңізде от жанады. Егер сіз дәрет алатын болсаңыз, немесе ғұсыл дәрет алатын болсаңыз, міне сіздің ішіңіздегі ашу сөне бастайды екен. Шайтан сізден қаша бастайды. Демек, ашулы кезде барлығын жинастырып дәрет алыңыз, немесе ғұсыл дәрет алыңыз. Әрқашан ашуыңызды басуды үйреніңіз. Ашуланған кезде адам қандай да болмасын жаман іс жасап қояды. Немесе біреудің көңілін қалдырады және кейін ол өкініп жүреді.
ашуы басылғанда өзінің іс-әрекеті өте жаман болып көрінеді. Бұл жағдай ешкімге де жақпайды. Сондықтан да біз ашудан өзімізді тыюымыз керек екен. Үшіншісі, кек сақтамаңыз. Кек сақтау өмірдің сұлулығын өшіреді. Ешқашан ешкімге кек сақтамаңыз. Егер ол адам сізді ренжіткен болса да, өміріңізге қандай да болмасын ауыр іс жасаған болса да, ол адамға кек сақтамаңыз. Егер мүмін мұсылман өзін кек сақтаудан өзін тыя алса, міндетті түрде жақсы құлшылықпен, жақсылығымен жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз сахабалармен бір жерде отырған кезде пайғамбар былай депті. Мынадай деген екен. Қазір мына есіктен бір адам кіріп келеді. Ол адам жәннаттық деген екен. Барлық сахабалар таң қалып, қызығып, кім екен бұл есіктен кіріп келетін, қандай сахаба екен деп күтеді. Сол уақытта сақалынан тақуалық нұры төгіліп тұрған сахаба кіріп келеді. Барлығы оған таңдана қарапты. Арадан бір күн өтіпті. Ертеңіне пайғамбарымыз тағы да солай депті. Бұл есіктен бір адам келеді. Ол жәннаттық дейді. Және есіктен сол адам кіріп келіпті. Сахабалардың бірі ол адамның қандай қасиеті бар екенін пайғамбарымыз оны жәннаттық деп атады. Мен ол адамды бақылап, оның бізден артық қандай қасиеті болуы керек екенін, немесе ол бізден артық намаз оқитынын, немесе түнде ұйықтамай тахаджуд намаздарын оқитынын білуім керек деп, әлгі сахабаның үйіне барып есігін қағыпты. Сахаба есікті ашыпты. Кешіріңіз, үйіңізде түнеп қалсам бола ма деп сахаба әлгі сахабаның үйіне кіріпті. Және сол үйде бірнеше күн қалыпты. Сахаба жұмақ пайғамбарлығы берілген серігінің жағдайын бақылапты. Оның ешқандай артық жағдайы жоқ еді. Барлығы сияқты намаз оқиды және барлығы сияқты ораза ұстайды. Және ең соңында әлгі сахаба сұрапты. Кешіріңіз, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сізді жәннаттық деп айтты. Бірақ мен сіздің үйіңізде болғанда сізді бірнеше күн бақыладым. Сізде артық құлшылық көрмедім депті. Сонда жаңағы адам, иә, мен сендерден артық намаз оқымаймын. Қолымнан келгенше ораза ұстаймын. Бірақ менің бір әдетім бар. Мен ешқашан ешкімге өкпелеген емеспін. Сол кезде әлгі сахаба, сіздің осы қасиетіңіз үшін жәннаттықсыз. Бізде өкінішті мұндай қасиет жоқ. Кейде қателесеміз, кейде біреуге ренжіп, кек сақтаймыз. Иә, құрметтілер, бізде сондаймыз. Көбіне кім болмасын ашуымызды шығаратын болса, немесе біреу жүрегімізді ауыртатын бірдеңе жасаса, біз сол адамға кек сақтап жүреміз. Жоқ, қымбаттылар, кешірейік, кешірімді болайық. Алла тағала кешіруші зат. Алла тағала кешірушілерді ең жақсысы, кешірімді пенделерді жақсы көреді. Ешқашан ешкімге кек сақтамауымыз керек. Сонда біз сондай әдемі өнегелі адамдар боламыз. Төртіншіден, күйзеліске түспеңіз. Күйзеліс денеге де, ақылға да әсер етіп, адам төзгісіз қайғы мен ашуға келеді. Күйзеліс адамды жоқ етіп жібереді. Көбіне кей жерлерде мұңайып қыдырып жүргендерде жиі көреміз. Хал ахуалы өте аянышты. Күйзеліс адамды құртады. Осыған абай болыңыз. Шындығында бізде мұңаюға негіз жоқ. Егер біз дұға етпесек, намаз оқымасақ, мұңайсақ жарасады. Алланың бір ісін істемей күнә жасасақ, қайғырып Аллаға тәубе етіп,
болашағымызды айтқанымыз абзал, бірақ бүгінде адамдар ұсақ түйек нәрселерге назар аударады. Жоқ, қымбаттылар, біз ешқашан дүниенің уайымына айналмауымыз керек. Біз өзімізді түгендеуіміз керек. Намазды дұрыс орындап жатырмыз ба? Намазды уақытында орындап жатырмыз ба? Құран оқып жатырмыз ба? Күнә жасап жатқан жоқпыз ба? Осыны істеу керек. Және бұл жағдайға кемшілігіміз бар ма? Мұңайғанымыз жарасады. Болмаса, біз мұңайып жүргеніміз жақсы емес. Бесіншіден, айналамыздағы оқиғаларға бей-жай қарамаңыз. Өзгелерге шынайы жанашырлық таныту адамдық қасиет. Айналаңызда қандай оқиғалар болып жатқанын бақылаңыз, және сол заттарға немқұрайлы қарамаңыз. Айналаңызда біреу жамандық жасап, күнә жатса, оны күнә жасаудан қайтаруға тырысыңыз. Оны дұрыс жолға салуға тырысыңыз. Егер сіздің айналаңыздағы біреу дұрыс емес нәрсе жасап жатса, немесе біреуге жаман нәрсе болып жатса, немесе біреу бір нәрсеге мұқтаж болып жатса, көмектесуге тырысыңыз. Әрине, қолыңыздан келгенше айналадағыларыңызға көмектесіңіз. Көмек қолыңызды созыңыз. Ешкімге немқұрайлы болмаңыз. Егер де сіз дұрыс емес нәрсені көрсеңіз, қолыңызбен қайтаруға әрекет етіңіз. Егер қолыңызбен қайтара алмасаңыз, тіліңізбен қайтарыңыз. Егер тіліңізбен қайтара алмасаңыз, ең болмағанда сол әділетсіздікке немесе бұрыс нәрсеге жүрегіңмен қарсылық көрсетіңіз. Міне осы иманның ең әлсіз көрінісі. Бұл сөздерді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа айтқан, сондықтан айналадағыларыңызға ешқашан бейжай қарамаңыз. Алтыншыдан, ешқашан өзімшіл болма. Өзгеге мейірімділік таныту адамдық қасиеттердің ішіндегі ең әдемісі, яғни ешқашан өзіңді ойлама, өзімшіл болма. Егер сізге қандай да бір бақыт келетін болса, бақытыңызбен бөлісіңіз. Алла сіз бір жақсы қасиет берген болса, осы қасиетті басқаларға беріп бөлісіңіз. Өзіңізге келген ең жақсы нәрселерді басқаларға сыйға тартыңыз. Өзіңізге тілемеген ниеттерді басқаларға да тілемеңіз. Демек, өзімшіл болмаңыз. Тек қана өзіңізді ойламаңыз, басқаларды да ойлаңыз. Егер Алла тағала үлкен дүние берген болса, ол дүниені бөлісіңіз. Егер Алла сізге білім берген болса, ол біліміңізбен де бөлісіңіз, үйретіңіз. Егер Алла тағала қасиет берген болса, міне осы қасиетіңіздің нұрын басқаларға таратыңыз. Демек, ешқашан өзімшіл болмаңыз. Жетіншісі, қолыңыз жетпеген нәрсеге мұңаймаңыз. Егер олар маңдайыңызға жазылған болса, міндетті түрде сізге бұйырады. Көбіміз бір нәрсеге жетуге ұмтыламыз. Бар жанымызбен күресеміз, бірақ 1000 талпынсақ та, 1000 рет күрессек те, қол жеткізгіміз келген нәрсеге жете алмайтын жағдайлар да болуы мүмкін. Мүмін мұсылмандар өздерін қалай көрсетулері керек? Ешқашан қол жеткізе алмаған нәрсесі үшін мұңаймаулары керек. Демек, Алла тағала ол нәрсені сізді оған лайықты көрмеді. Демек, сол нәрсенің сізге бұйырмағанның қайыры бар, жақсылығы бар. Алланың әрбір әрекетін жақсылыққа жоруымыз керек. Алла сізге не керек, не керек емес барлығын біледі. Сіз қолыңыздан келгенше себептерін көрсетіңіз, әрекет етесіз. Бірақ қалғанын Аллаға тәуекел етуіміз керек. Демек, біздің қалаған нәрсемізге қолымыз жетпеген болса, демек Алла соны қалапты. Ол үшін біз мұңаймауымыз керек. Бәлкім уақыты болмаған шығар. Себебі әр нәрсенің өзінің уақыт сағаты бар дейді.
Бәлкім Алла тағала сол нәрсені басқа күні сізге беруге сақтап қойған шығар. Демек сіз тырыстыңыз, бірақ нәтиже болмаса ешқашан өкпелемеңіз. Себебі Алла сізге не керек екенін біледі. Сол үшін өзіңіздің қалаған затыңызға жете алмасаңыз, мұңаймаңыз. Егер ол маңдайыңызға жазылған болса, міндетті түрде сізге бұйырады. Иә, қымбаттыларым, жоғарыда біз санап өткен 7 нәрсені жасамауға тырысыңыз. Егер мұндай жағдайлар өміріңізде кездесе, осы кеңестерді есте сақтаңыз және достарыңыз бен бауырларыңыз және туыстарыңыз осындай қиындықтарға тап болған болса, осы кеңестерді олардың есіне түсіріңіз. Алла тағала баршамызды тура жолдан адастырмасын. Алла тағала жүрегімізді тыныштандырып, иман нұрына толтырсын. Алла тағала дұғаларымызды мүлтіксіз жалғастыруға күш қуат берсін.